Армысыздар қымбатты көрермен, бұл Voice of Turan күнделігі. Европа мен Азияның жан-жағынан жиналған өнерпаздарымыз дәл қазір Қожа Ахмет Яссауи кесенесін аралауда. Бұл қатысушылар үшін дайындықтың екінші күні. Бұл жерде қатысушыларымыз қазақтың тарихымен және салт-дәстүрімен тереңірек тануға үлкен мүмкіндік алып отыр. Кесенені аралап болған соң, Ұлы Дала елі орталығында жеребьевка таңдау арқылы қай қатысушы нешінші болып өнер көрсететін бірге анықтайтын боламыз. Ал дәл қазір қымбатты көрермен, қатысушылармен жақынырақ танысып, кішігірім сұхбат алуға мүмкіндік туып тұр. Олай болса, кеттік. Қымбатты көрермен, дәл қазір менің жанымда Башқұртстан Республикасынан келген Voice of Turan ән байқауының қатысушысы Зайниддин мырза тұр. Сәлеметсіз бе, Зайниддин мырза? Ассаламу алейкум. Зайниддин, ең алдымен өзіңіздің Түркістан қаласынан алған әсеріңізбен бөліссеңіз. Очень красивый город, очень исторический город. Маған тарихқа толы көне қалалар ұнайды. Ежелден көптеген адамдар өмір сүрген шаһарда көнеліктің энергетикасы сезіледі. Қазір біз әдемі киелі жерлерді, кесенелерді аралап жүрміз. Осы әдемі көнелік сақталса екен деген тілегім бар. Қымбатты көрермен, дәл қазір менің жанымда Өзбекстан елінің қатысушысы Аймар тұр. Аймар, здравствуйте еще раз. Добро пожаловать в Түркістан. Спасибо. Ертеңгі байқауда қандай ән орындайсыз? Құпия болмаса бөлісе аласыз ба? Одан да әнімнің бір бөлігін айтып бергенім жақсы болар. Хорошо, давайте. Только припев. Мұнду жанарын жоқ қойамалым, қош бол бақыт құз қимай сені барамын. О, как круто! Қымбатты көрермен, біз Ұлы Дала елі орталығына да келіп қалдық. Бұл жерде Voice of Turan өнерпаздары кім нешінші болып шығатыны арнайы жеребе тастау арқылы анықталатын болады. Айта кетейік, ертеңгі болатын Voice of Turan байқауының ашылу салтанатында қатысушыларымыз қазақстандық эстрада жұлдыздарымен қазақ тілінде ән шырқап бақ сынасатын болады. Олай болса, қымбатты көрермен, жеребе таңдау рәсіміне бірге қатысайық. Жанымда Болгариядан келген қатысушы Крис тұр. Крис, сәлеметсіз бе? Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to Turkestan. Welcome to have you. It's a great place. So, first of all, Алдымен, Крис, мен сіздің қаладан алған әсеріңізді білгім келіп тұр. Very beautiful. Мен өте таңғалдым. Қала өте әдемі, тұрғындары өте мейірімді, көңілді. Крис, сізге қазақ тілінде ән шырқау қиынға соқпай ма? Негізінде қазақ тілі өте қиын тіл, аздаған қобалжу бар. Алайда жақсы айтып шығуға тырысатын боламын. Bulgarian language and the Kazakh language is so different. Yes. And it's I'm a little bit afraid, but Дәл қазір менің жанымда Азербайджан елінен келген сұлу да сүйкімді қатысушы, ерекше есімнің иесі Лаэлия ханым тұр. Лаэлия ханым, қош келдіңіз біздің елімізге. Çok sağ olun, teşekkürlerimi bildiririm. Енді жалпы Лаэлия ханым, сіздерді қалай күтіп алды? Beni karşıladılar, çok güzel. Бізді Түркістан қаласында өте жақсы қарсы алды. Негізінде біз мәдениеті, ұстанымы ұқсас халықтармыз. Сол үшін осындай рухани шаһарда бас қосып жатқанымызға қуаныштымын. Енді Лаэлия ханым, сіз негізі нешінші болып өнер көрсеткіңіз келіп еді?
Ağlımda elə bir rəqəm yox. Жалпы маған жеребе таңдау барысында қай сан түссе де бәрібір болды. Алайда маған 10 саны түсті. Жақсы өнер көрсетіп шығамын деген ойдамын. Дәл қазір менің жанымда кімдер тұр деп ойласаңыздар, менің жанымда Voice of Tran 2022 байқауының гран-при иегері Татья тұр, және де қатысушысы Анри мырза тұр екен. Қош келдіңіздер. Добро пожаловать в Туркестан. Как вам наш город? Очень классно, просто. Өте керемет. Бұл мен Түркістанға алғаш рет келуім. Маған қатты ұнады. Тура бір ертегіде өмір сүріп жүргендеймін. Жағымды әсер алдым. Татья, можете, пожалуйста, Татья, өзіңіздің алдыңғы жылғы тәжірибеңізбен бөлісіп, қатысушыларға кеңесіңізді бере аласыз ба? Да, я хочу всем сказать. Алдымен айтқым келгені менің грузиялық досым Анри жеңіп шықса екен деген тілегім бар. Бұл жігіт сіздердің әндеріңізді соншалықты жүрекпен тебіреніп орындап шығатынына сенімдімін. Тағы да гран-при аламыз деген үмітім бар. Барлық қатысушыларға айтарым, бастысы қобалжымаңыздар және сіздерге берілген әндерді барыңызды салып орындаңыздар дегім келеді. Бастысы сенімділік.